Қайырлы күн. Бүгін біздің тақырыбымыз бөлшек және бүтін өрнектер. Мысалы келтірейік. 3х екінші дәрежеде плюс 5х және минус 7. Тағда бір мысал келтірейік. 2а үшінші дәрежеде минус 4а плюс 1. Бүтін өрнектер деген не ол? Ол бүтін сандардан, айнымалылардың қосындысы, көбейтіндісі және дәрежелері арқылы құралған өрнектер. Осыны біз бүтін өрнектер дейміз. Екінші, бізде бөлшек өрнектері деген не ол? Бөлшек өрнектер бүтін өрнекке бөлінген тұрады. Яғни бөлшек сызығы бар өрнектер. Мысалы келтірейік. 3х плюс 1 бөлінген 5х минус 1. Осыны біз бөлшек өрнектері дейміз. Бөлшек өрнектер. Осы жерде бізде алма және төмен жағы бізде бөлімшесі болады. Бүгінгі тақырыпта біз бөлшек және бүтін өрнектермен таныстық. Тағда бір мысал келтірейік. Бөлшек өрнектер. Қараңыздар. 2х квадрат плюс 5х минус 7 бөлінген х квадрат минус х плюс 1. Осыны біз бөлшек өрнектер дейміз. Бүгінгі сіздерге рахмет. Келесі біздің сабағымыз практика сабағы болады. Сау болыңыздар.